Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен Есмекова Майра. Каналыма қош келдіңіздер. Оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін сіздермен осындай кешкі асқа ауызашарға дәмді, жеңіл ас дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге тауықтың аяғы керек және төс еті керек болады. Бұл жерде тұз саламыз үстіне, соя тұздығын құямыз. Үстіне осындай дәмдеуіш саламыз, тауыққа арналған. Үстіне паприка, менде осындай ысталған паприка, копченая деген. Осының бәрін салып, үстіне сұйық май құйып, жақсылап араластырамыз. Тауықтың төс етінде 4 бұрыштап кесіп, дәл осы заттарды салып, мариновка жасайтын боламыз. Бұл жерде 3 адамға арналған тауықтың аяғы және төс еті. Төс ет менде 500 грамм, ал тауықтың аяғы 6 штук, үлкен-үлкен. Біз енді осы маринатталған етімізді жарты сағатқа қойып қоямыз. Тауықтың еті тез жұмсарады. Осы тауықтың төс етін біз осындай ағаш шпажкаға орнатамыз, тізбектеп шығамыз. Осы ағаш шпажканы, достар, сіздер суға 10 минутқа салып қойсаңыздар болады. Пештің ішінде сол кезде қарайып күйіп кетпейтін болады. Мен жай суық суға жуып алдым. Уақыт тығыз болғандықтан біз тауықтың төс етін және бұрыш, осындай черри қызанағын алма-кезек отырып тізбектеп шығамыз. Міне осындай әдемі кәуап дайын болып жатыр. Өте жеңіл, дәмді, ораза ұстап жатқан кезде кешкісіне асқазанға ауыртпашылық туғызбайтындай дәмді ас. Менде гарнирге картоптан жасалған пюре және жаңағы макаронды қайнатып қойдым, дайындап, оны видеоға түсірмедім. Өздеріңізге ұнайтын гарнирді жасай берсеңіздер болады. Міне енді соңғысы. Менде 9 шпажка дайын. Міне. Енді осыны пешімізге жібереміз. 20 минутта пісіп шығады. 180 градуста 20 минутқа пісіріп аласыздар. Ал тауықтың аяқтарын 20 минуттан көбірек ұстайсыздар пеште. 180 градуста 40 минуттай пісірсеңіздер болады. Алғашқыда бетін жауып пісірсеңіздер фольгамен. Содан кейін соңғы 10 минутта фольганың бетін ашып пісіресіздер. Сол кезде әдемі болып піседі. Міне қараңыздар, қандай әдемі қызыл болып пісті. Менде пюре және макарон гарнирге. Астарыңыз дәмді болсын, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Сіздермен болған мен, Майра. Келесі видео рецептте кездескенше сау болыңыздар.